Ана байғұс кемпір тағы да келе жатыр. Қайтсын ай. Немерелерін көру үшін қаланың ана шетінен жаяу келеді. Асқа балалар жоқ ма? Сәрсен жалғыз ұлы. Я, жалғызы. Құдай басқа бермесін деңдер. Құлыншақтарым сол. Сағындым ғой. О, амансыз ба? Сәлемет. Қашан келдіңіз? Қайдан жүрсіз? Жаңа ғана келдім. Бүгін әлгі Зылиқа кемпірдің 40-ын берді ғой. Сол үйден келе жатырмын. Әлгі кіші келін қойар да қоймай, ана дорбамды ет, кәмпит бәріне толтырып берді. Содан ана кәмпитті Зылиқа кемпірдің жасын берсін деп ырымдап, мына екеуіне алып келгенім ғой. Мен мына жерде сәл дамылдайым да сосын қайтам ғой. Үйге кірмейсіз бе? Әже, үйге кіріңізші. Кіріңіз апа. Бүгін Майраның мамасының қайтқан күн екен. Соған шелпек пісіріп, Құран оқытайық деп едік. Молданы күтіп отырмыз, қазір келіп қалар. Кіріңіз. Не болды айғалап? Амансыз ба? Ниетің қабыл болсын, қарағым. Рахмет. Әке, әлеміз неғып бізбен бірге тұрмайды? Шайыңды іш, балам. Әже, неге бізбен тұрмайсыз? Ахмет, Димаш, олар бірге әжесімен тұрады ғой? Қызым, әжеңнің өз үйі бар. Иә. Шелпегінде келсеш? Құран оқылған жоқ қой, қалай жейміз? Құран оқылмаса жеуге болмайды деп болмайды. Болмайды. Әкелсеңші енді. Сәрсен! Әкелесің бе жоқ па? Қайдан ғана кіре қойып едім. Мына балапандар етегіме жармасып қойбақ olsun кіргім. Ошыстаңдар. Мына балаларды шошытаңдар. Ey Allah Teala, hoşa Kur'an Kerim'de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allahu Ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Ақсақал. Осы Құран бағыштамай шелпекті жеуге болмай ма? Неге болмас? Егер анаңыз разы болмаса, сіздің оқыған Құраныңыз, ұстаған оразаңыз, тіпті жыл сайын Меккеге барыңыз, бәрі бос, зая деген сөз. Ер адам анасы разы болмай, ал әйел күйеуі разы болмай, жұмаққа кірмейді. Міне көрдіңіз бе? Жұмақ ананың табанының астында деп бекер айтылмаған. Мұның бәрін мен неге айтып отыр дейсіңдер ғой. Осы жаңа, осы сендердің үйлеріңе жете берген бұрылыста алдымнан бір кейуана қарсы шықты. Әлгі кейуананы көргенде бұдан бір құдая бір 40 жылғы бір уақиға есіме түсіп кетпесі бар ма?